Сәлем, бүгін мен сендерге өз басымнан өткен шынайы бірақ қорқынышты бір оқиғаны айтып бергім келеді. Бұл жай ғана бір түнгі түс немесе қорқынышты кино емес. Бұл менің өзім білмей жасаған әрекеттерім туралы. Бала кезімнен бастап мен лунатикпін. Ата-анам талай рет үй ішінде ұйықтап жүргенімді, бірдеңелер айтып, әрекет жасайтынымды байқаған. Өзім ештеңе сезбеймін. Таңертең бәрі жақсы өткен сияқты оянамын. Бірақ адамдардың айтқаны шошытады. Студент кезімде бөлмелес подругамен бірге жататынбыз. Бір күні ұйықтап жатып мұрным бітеліп, ауа жетпей оянғандай болдым. Мұрнымды уқалап тазартып жатып, қайта ұйықтап кеттім. Сол кезде бәрі бітті деп ойлағам. Бірақ таңертең барлығы мен ойлағандай болмаған екен. Құрбым жұмысқа кетіп бара жатып маған WhatsApp арқылы аудио жіберді. Дауысы қобалжулы, бірақ күліп тұр. Сен не істедің түнде? Зәремді алдың ғой. Мен түсінбей қалдым. Сөйтсем ол ұйықтамай, телефонын қарап жатқан екен. Түнгі 3 шамасы. Сол кезде мен кенет төсектен тұрып кетіппін. Ештеңе айтпастан бөлменің ішінде үнсіз жүріп, бір нәрсе күбірлеппін. Сосын екі жағыма кезекпен қарап, бір түрлі отыра беріппін. Содан соң мен кенет атып тұрып төсектің аяқ жағына қарай секіріппін. Ол жерде айна мен комод тұрған. Комодтың жанында қоқыс шелегі бар еді. Боянғаннан қолданған мақталар мен майлықтарды соған тастайтынбыз. Сол шелекті ашып, ішіндегі заттарды шұқылап, бір нәрсе іздегендей болып отырыппын. Құрбым шошып тұрса да дауысын шығармай, "Ей, жатшы, не істеп отырсың?" деп жаймен атымды айтапты. Бірақ мен оны естімек түгел тіпті оған қарамаппын да. Сол сәтте кенет артынан 2 қадам шегініп, төсектің үстіне қарай секіріп, көрпені бүркеніп, ештеңе болмағандай жатып қалыппын. Құрбым бәрін айтып бергенде өзімді біртүрлі сезіндім. Не істейтінімді білмеймін. Ал басқа түндері не жасап жүргенімді кім білсін? Бала кезімде анам мені қазақ емшілерге де апарған. Мүмкін қорыққан болар. Сол шақтағы тағы бір оқиға әлі есімде. Ауылда кешкі уақытта көрші қыздың үйінің артындағы палатка жанында ойнап жүргенбіз. Біраздан соң ол қызды анасы үйге шақырып алды. "Жүр, тамақ ішеміз" деп. Қыз үйге кіріп кеткен соң, сол сәтте мен палатканың арғы жағындағы әлгі қызды көріп қалдым. Дәл өзі сияқты, маған қарап тұр. "Жүр, ойнайық" деп атымды атап шақырды. Қолын жай ғана асықпай бұлғап тұр. Дауысы баяу, анық, біртүрлі салқын естілді. Мен аң-таң болып қалдым. Жаңа ғана үйіне кеткен қыз қалай қайта шықты деп. Қасында тұрған сіңлісі бірдеңе айтып күліп тұр. Бірақ мен ештеңе естімедім. Құлағым бітеліп қалғандай болды. Сол кезде әлгі сіңлісі менің қолымнан ұстап, "Жүр үйге" деп тартып алып кетті. Үйге барып көрсек, әлгі қыз шынымен үйінде отырған. Мүлде сыртқа шықпаған екен. Бұл оқиғалар шын мәнінде мені ойландырып қана қоймай, шошытты. Ассаламуалейкум. Бүгін мен өз басымнан өткен ұмытылмас бір қорқынышты оқиғаны айтып берсем. Ол кездерде 3-ші не 4-ші сынып оқитынмын. Біз Алматыда 2 бөлмелі пәтерде тұратынбыз. Ата-анам үлкен төсекте ұйықтайды, ал мен кішкентай төсегім дәл сол бөлмеде. Шамамен 2,5-3 метр жерде орналасқан. Бір түнде мен бастырылып қалдым. Қозғала алмай жаттым. Көзім ашық сияқты. Бәрін сезіп тұрмын, бірақ денемді қимылдата алмаймын. Сол сәтте анам әкеме қарап, "Ана бала қорқып жатқан сияқты" деді. Мен ішімнен "Иә, қорқып жатырмын" деп айқайлағым келді. Бірақ тілім де, даусым да шықпады. Бүкіл денем сіресіп қатып қалды. 1 минуттай уақыт өткенде кенет өзімді босатып, төсектен атып тұрдым. Анама қарай жүгірдім. "Мама, мен қорқып жатырмын. Біреу мені қылқындырғандай болды" деп айтып жатқам. Сол сәтте анам кенет бетіме жалт қарап қалды. Менің жүрегім тоқтап қала жаздады. Оның көзі қызарып тұрды. Жоқ, жай қызару емес, көзі оттай жанып тұрғандай, қып-қызыл. Дәл ютубтан көретін жындардың көзі сияқты. Қатты шошып кеттім. Бір сәтте жалт бұрылып әкеме қарай секіріп кеттім. Артымнан тағы да анама қарасам, бәрі қалыпты. Көзі бұрынғыдай, ешқандай қызғылт от жоқ. Бірақ мен ол сәтті анық көрдім. Сол көзқарасты, сол қызыл отты ешқашан ұмытпаймын. Сәлем, менің атым Марлен. Бұл оқиға мен 4-ші сыныпта оқып жүрген кезімде, жаз мезгілінде болған. Біздің үйде жарықтың жиі сөніп қалуын үйреншікті жағдай еді. Бірақ сол күн ерекше болды. Сол күннен кейін бұл жағдайды ешқашан ұмытпадым. Бір күні кешкі уақытта үйде жалғыз отырып компьютер ойнап отырғанмын. Кенет жарық сөніп қалды. Бөлме қараңғы болып кетті. Шошып кетіп орнымнан атып тұрып, "Кім бар?" деп қатты дауыстап жібердім. Сол сәтте үйдің ішінен таныс дауыс естілді. "Ау." Бұл анамның дауысы еді. Мен де "Мама" дедім. "Ау Марлен" деп жауап берді. "Не болып қалды?" дедім мен. "Білмеймін, қазір қосылып қалар" деді. Мен соған сеніп күтіп отыра бердім. Шамамен 10 минут өткен соң жарық қайта қосылды. Бірақ біртүрлі тыныштық орнады. Үйдің іші мүлде бос сияқты. Бірде-бір дыбыс жоқ. Біртүрлі сезім билеп өзімді жалғыз сезіндім. Сосын далаға шығып сарай жаққа барсам, бүкіл үйдегілер сонда отыр. Тамақ ішіп, күліп ойнап отырғандарына қарап, жүрегім су ете қалды. Анамнан бірден сұрадым. "Мама, сен жаңа ғана үйде болдың ғой. Қалайша мұндасың?" Анам бір сәт таңданып қарап, "Біз жарық сөнбей-ақ сарайға шығып кеткенбіз. Үйде ешкім қалған жоқ, сен жалғыз қалғансың ғой" деді. Сол сәтте денем дір ете түсті.
Кіммен сөйлестім сонда? Үйден менің атымды атап жауап берген кім болды? Бұл жағдайда үйдегілерге түгел айтып бердім. Бәрі шошып қалды. Ертеңіне бәріміз молдаға барып болған оқиғаны баяндадық. Молда ұзақ тыңдап отырып, бұл жын болуы мүмкін. Жындар адамның дауысын айнытпай сала алады. Тіпті кейде адам болып көрініп, сөйлесу де олар үшін қиын емес деді. Содан бері 12 жыл өтті. Бірақ сол оқиға менің есімнен кетпейді. Кейде түнде жалғыз қалсам, әлі де сол дауыс естілетіндей болады. Жаңақорғанда болған шынайы оқиға. Мүмкін кейбіреулер сенбейтін де шығар. Бірақ болған жағдай. Менің сыныпта сосын бар еді. Оның туған ағасы, сол үйдің үлкен моласы. Олар тұратын үй, сәл ескілеу. Ал есік алдарын шөп басып кеткен. Ескі қора сияқты үйшік тұратын. Қораның сәл қасында терең құдық бар. Күндердің бір күнінде 2015-не 2016 жылы күн батып, ымырт түскен шақта досымның ағасы құдықтан су алу үшін шелекпен далаға шығады. Солай көзі жаңағы қораға түседі. Қораның есігі ашық тұрғанын байқайды. Бір түрлі сезіммен ішіне қарайды. Ешкім жоқ сияқты, бірақ сол сәтте тосынан көзге көрінбейтін біреу қолына шап беріп ұстайды. Қатты ұстап жерге қарай тарта бастайды. Не болып жатқанын түсінбей қалған бала бар күшімен арпалысып айғайлай бастайды. Аяғы тайып жерге кіре бастағанын сезеді. Бірақ ол енді өз күшімен шығуға қауқарсыз, себебі оның аяғы тізесіне дейін жерге кіріп кеткен. Дәл сол мезетте үйдегілер сыртқа жүгіріп шығып не болып жатқанын көреді. Олар ағылшыннан не істерін білмей сасып қалады. Бірақ бірден ұлын тартып, барынша күшімен суырып шығарады. Аяғы балшыққа емес, тура жер астына тартылып жатқандай болған. Сол оқиғадан кейін ол бала біршама уақытқа дейін өзін нашар сезініп жүрді. Баяғы қалпына келуі де оңай болмады, ал мен сол досыммен қазір қатты араласпаймын. Бірақ бұрын сол үйге барған кездерім болған. Не дейін, сол қора маған әлі күнге дейін бір түрлі көрінеді. Ассаламағалейкум, менің атым Ерлан. Бұл оқиға менің 5 пен 7 жас аралығы кезімде Меркі ауылындағы нағашыларымның үйінде болған. Ол кезде жас мезгіл еді. Бір күні үйдегілер тойға кетіп, үйде өзіммен 4 жас үлкен бөлім екеуміз ғана қалдық. Үй кішкентай, ескі 3 бөлмелі. Мекенжай Кубанская деген көше. Көшенің дәл бұрышында орналасқан. Сол күн жай күндердің бірі сияқты басталған еді. Кешкісін бөлім екеуміз теледидар қарап отырдық. Бөлім бір уақытта ұйықтап қалды. Мен оның қабырға жақтағы кілемге аунап түсіп жатқанын байқадым. Мультиктер біткен соң менің ұйқым келмей қойды. Сондықтан сол замандағы ең хит Sega ойын приставкасын қосып, Mortal Kombat ойнай бастадым. Сағат түн ортасынан асқан, барлығы тыныш. Сол сәтте кенет ас үй жақтан бір түрлі сылдырлаған дыбыс естілді. Денем дір ете қалды. Бөлемді оятып, бірге барып тексерейін деп ойладым. Артыма бұрылып қарасам, бөлем бір түрлі қалыпта тігіне жатып алыпты. Қасына барсам, көздері ашық, бірақ қозғалыссыз жатыр. Ұйықтап жатыр, бірақ көз ашық. Оны көрген сәтте тұла бойым мұздап кетті. Дәл сол сәтте ас үй жақтан тағы да бір дыбыс шықты. Бұл жолы біреудің сыбырлаған дауысын естідім. Дауысы бір таныс адамға ұқсатты. Мүмкін ойнап қорқытып жатқан болар деп өзімді сабырға шақырдым. Аяқтың ұшымен қабырғаны жағалап ас үйге жақындадым. Светті қосқаным сол еді. Шкафтан 3 тарелка жерге құлап, быт-шыт боп сынды. Сол сәтте артезиан су тұрған үлкен фляганың ішінде бірдеңе гүлп етіп сүңгіп кеткені анық естілді. Мен не істерімді білмей қолыма бірінші түскен оқтауды ала салып бар даусыммен айғайлап далаға ұшып шықтым. Тынысым тарылып, сыртта дірілдеп тұрғанымда бөлем есінеп жай ғана шықты. Не болды сонша шулап? Жағдайды айтсам, ол бір түрлі күлді. Неге күлдің дедім. Бұл баяғыдан болып тұратын нәрсе. Мен ұйықтап жатқанда біреу үнемі мені қылқындырады деді жай ғана. Сол сәтте менің тұла бойымды сұмдық бір суық сезім басты. Бірақ амал жоқ. Түн сәлден соң жаурап, амалсыз үйге қайта кірдім. Көрпені бүркеліп өзімде ұйықтап кетіппін. Таңертең ерте сырттан әпкеміздің айғайлаған дауысы естілді. Қора жаққа барсақ, оның жақта тауық қызыл жіппен буынып өртеліпті. Үйдегілер таң қалды. Не болғанын сұрады. Біз барлығын ашық айтып бердік. Біраз уақыттан соң нағашыларым ол үйден мүлдем көшіп кетті. Сол күннен кейін ол үйде ешкім тұрмады. Оқиға өз басымнан өткен. Мен Шымкент қаласынанмын. Бірақ соңғы 2 жылда Астанада оқимын, жұмыс істеймін. Шымкентте тек 6-7 айда бір рет барып тұрамын. Сол баруларының бірінде қызық емес, қорқынышты бір жағдай болды. Үйде өз бөлмем бар. Ол бөлмеде менен басқа ешкім жатпайды. Оны нақты білемін. Сол кеште өз бөлмемде ұйықтап жаттым. Терезеге қарай, оң жақ бүйіріммен. Қолымды бір-біріне алақанымен тигізіп, бас мен жастықтың ортасына қысырып жаттым. Кәдімгі ыстық күн, терезе ашық. Ұйықтап жатсам, бір кезде біртүрлі бір тылсым нәрсе сезілді. Біреудің қара, ұзын, арық силуэті терезеден кіріп келгендей болды. Мен қозғалғым келеді, қозғала алмаймын.
дауыстайын десем дыбыс шықпайды. Бастырылып қалғанымды түсіндім. Сол қара сүгірет менің дәл қасымда тұрды. Бетіме қарай еңкейіп, қолының сыртымен тура соңғы үш саусағымен романтик сияқты бетімді жаймен сипады. Алақанымен сипаса да болатын еді ғой. Не ол? Не адам емес, нақты білмеймін. Бірақ бір сәтте көзімді жұмып, ішімнен аят оқи бастадым. Ақырындап денем босап, өзіме келдім. Оянғанда бөлме сол қалыпта, ештеңе өзгермеген. Бірақ жүрек дүрс. Терезеге қарасам бәрі тыныш. Бірақ сол сәт, сол сипау ешқашан ұмытылмайды. Шынайы оқиға. 2021 жыл. Жаңа жыл өткен соң жұмысқа орналастым. Дос баланың арқасында түнгі оператор болып маңнумдағы өз өндіріс бөліміне кірдім. Стажировкадамын. Жұмыс түнгі, дүкен іші бос, адам аз. Ол жерде күзетші асханада ұйықтайтын. Камераға көрінбейтін тасадағы жер бар еді. Сол жерде ұйықтап жатып, бастырылып қалдым деп жиі айтатын. Алғашында мән бермедім. Жай сөзі шығар дедім. Бірақ уақыт өте бірнәрсе дұрыс емес екендігін сезе бастадым. Түнде бүкіл үлкен дүкен ішінде бар болғаны 5-ақ адам. Стажировка бітті. Енді толыққанда ауысымға шыға бастадым. Бірақ күні түнде бір зат құлағандай болды. Барсам ешкім жоқ. Бірақ сол зат бұрын тұрған жерінде емес, басқа жақта жатыр. Тағы бірде мен тұрған үлкен мусорный шелекті әдеттегідей үлкен шыны есікке тіреп қойдым. Бір сәтте ойға батып тұр едім. Сол шелектің өзі қозғалып, көз алдымда есік жайлап жабылып қалды. Осы оқиғадан кейін күдігімді бір апайға айттым. Ол апай салат жасайтын цехта істейтін. Сөйтсем ол маған жай ғана бұл ғимараттың артында мола бар ғой деді күле қарап. Мен өзімді сабырға шақырып жұмысымды жалғастыра бердім. Бір күні компьютер алдында отырсам бір бұрышты ыдыстар тарсылдап жерге құлап кетеді. Жан-жағыма қарасам ешкім жоқ. Жарықта жайлап жанып сөне бастады. Қорқып кетіп әріптестеріме барып қайттым. Бірақ олар жай ғана сен оған мән берме, үйреніп кетесің деп қойды. Бірақ мен үйренгім келмеді. Келесі күні увольнение жазып, сол жерден біржолата шығып кеттім.